Ассаламу алейкум, құрметті қазақ ет арнасының көрермендері, құрметті YouTube сүйер қауым. Қалдарыңыз қалай? Мал жандарыңыз тек аман есен бе? Бүгіндікке видео түсірейін деп отқаным, осылай өзімізді көрсетіп видео түсірейік деп едік. Алланың қалауымен бүгінгі бізде жаңа видео болады. Енді шама келгенше осылай өзімізді көрсетіп, петличка алып, телефонды қоятын подставка ма бір нәрсе алып, солай профессиональный бірдемеге көшіп жатырмық жайдан. Қашанғы бұлай малды ғана көрсетіп, камераны сыртынан сөйлейік деген, сөйлемейік деген бір ой пікір өзімізде қалыптасты. Кішкене камераға қарап сөйлеп, үйреніп, адамдарға өзіміздің жүзімізді көрсетсек па деген кішігірім ойымыз, ниетіміз. Ал бисмилля. Так, бүгінгі видео бізде бұқалар қандай өлшемде, қандай мөлшерде жем жеу керек, және де бұқалардың қандай уақыттарда жем жеу керек, қандай мезгілдерде дұрысырақ жем берген дұрыс, бұқада тек арпа ма, жоқ әлде жүгері ма, бидай ма, тағы да басқа қоспалар бар, жымиық бар. Енді әркім әртүрлі береді, кебек береді. Енді Алланың қалауымен бордақыға мал тұрғаннан кейін сіздердің қолдарыңызда қандай бір табиғи Алланың берген өнімі бар, ол яғни арпа, бидай, кімде не бар, соны береді. Бірақ шама шарқы келгенше адамның негізі бұқаға басында арпа беріп бастаған дұрыс деп өзім есептеймін. Кезекті видеоның уақыты келді деп ойлаймын. Міне бүгіндікке бұқалардың күйі болса комментарияға жауап бере кетейін деп. Бұқаларды мен піштірілген емес, енегі бар бұқалар қоям. Яғни ол кастрат емес, бұқа. Неге бұқа, неге кастрат емес? Оны барлығы біледі. Және де тағы да айта кеткенді жөн көріп отырмын. Бұқа барлық күш қуаты бойындағы мал. Ол бұқаны неге піштіреді? Малға артылмасын, жүгірмесін, кезек келген кезде жүгіріп іздеп жүрмейді деп. Сосын қыс басталарда кастраттарды сатып, бордақыға бұқа іздейтін қазақпыз ғой. Сондықтан бұқаның барлық күш қуаты умасында болып тұр ғой сонда. Умасын алмаңыздар. Бұқа болсын. Бұқа қойыңыздар бордақыға. Так, бір сұраққа жауап бере алдым деген ойдамын. Қандай жем бересің дейді. Мен жем арпа берем. Мен неге арпа берем? Неге елдер арпа береді? Неге елдер басында арпа көп беріп, кебек көп беріп, содан кейін барып басқа жемдердің рационын көбейтеді? Оны әр қазақ, әр малмен айналысып жүрген адам білет деген ойдамын. Бірақ тағы да жауап бере кетейін деп шешім қабылдап отырмын. Арпа дегеніміз Алланың берген бір дәнді дақылдардың біреуі ғой. Арпа ол бұқаға семіруіне, денесінің толығуына өте көп септігін тигізеді. Асқазанға және бұқаның ішкі құрылысының бұқадан жемді қорытылып шығуына бәріне өте көп жеңіл дәнді дақыл болып есептелгендіктен біз арпа береміз. Неге бидай бермейміз бірден? Көбісі бидай береді, оған ешқандай менің қарсылығым жоқ. Әр өңірде қандай жем арзан, әр өңірде, сол өңірде өзінің қалтасына қарап, сол дәнді дақылды алып, бұқасына дробилка арқылы өткізіп жемді береді. Биылдыққа мен арпаны 58 теңгеден алдым, тартылған арпа. Алла нәсіп етсе, бұқаларды мен 6 айға қойдым, толық 6 ай тұрады Алла нәсіп етсе. 6 айдың 4 айын, 4,5 айын арпа беріп, қалған 1,5 айларында Алланың қалауымен бидай беретін боламыз. 10%, 20, 30, 40, 50, содан кейін барып 100%-қа көтеретін боламыз. Бидай
салмақ қосуына және еттің тығыздалып таразыға тартқан кезде ауыр болуына өте көп септігін тигізетін ол бидай. Бірінші арпа беру арқылы бұқаны толтырып, максималды түрде күйіне жеткізіп, содан кейін сол максималды түрде күйге жеткеннен кейін барып, біз бидай беру арқылы бұқаның денесін, етін салмағын толтыратын боламыз. Тағы да бір айтып кететін жағдай, бұқалардың асқазанында жемді қорытуға және де жемді сондай бір боққа айналдыруға, әрине ол мотор, двигатель жоқ бұларда. Алланың берген асқазанында бактериялар болады. Бактерияларды біз құртып алмас үшін жемді бір рационнан екінші рационға ауысқан кезде, ол яғни арпадан бидайға немесе жүгері тағы да басқа қоспаларға ауысқан кезде байқап жай-жайдан ауысамыз. Өйткені бұқаға бірден ауысқаннан кейін рационы, ол асқазаны өте қиналып, ол арпаға үйреніп қалған асқазан ғой, оған бидай барады, ол ауыр болады. Содан кейін бұқаның іші өте бастайды. Бактериялар үлгермейді. Бактерияларға ол таныс тамақ емес, сондықтан қиналып, бұқаның іші өтіп, бұқа ауырып, азып қалуы да мүмкін. Бордақыда тұрған бұқа ауырып қалған жағдай болса, бірден азады. Басымыздан өтті, оны барлығы біледі. Сондықтан бір дәнді дақылдан келесі дәнді дақылға ауысқан кезде байқаңыздар, бұқаның асқазанын құртып алмаңыздар. Және де бұқа қойған дұрыс. Әрине, ол қандай бұқа болу керек? Ол бізде, Аллаға шүкір, бізде порода көп: Симментал, Ангус, Герефорд, Қазақы ақбас, Шароле, Голштейн. Тағы да не бар? Лимузин, калмыкский бұқалар. Енді бізде Қазақстанда өзімізге қол жетімді болғандықтан ақбас, Симментал, Ангус өте қымбат, алып қою дорогой удовольствие дейді ғой. Сондықтан қандай баға ыңғай келіп тұрады, сондай бұқаны қоямыз. Әрине, ақбас, Симментал қойған өте дұрыс. Биылдыққа бізде бұқалардың арасында таза қан деп толық айта аламын, Голштейн бұқалары бар. Неге таза қан деп айта аламын? Өйткені толық сеніммен айта аламын. Өйткені бұқалар, Голштейн бұқалардың қарасаңыздар, Википедиядан ашып қарасаңыздар, артқы сандары биік болады. Және де артқы сандары толық келеді. Міне байқаған шығарсыздар. Қазір біздің қарапайым бұқаның артына салыстырған кезде, міне местный бұқаның артына салыстырған кезде, Голштейндардың арттары осындай биік және осындай болып келеді ғой. Міне сразу байқалады. Енді өздеріңіз қарайсыздар. Мен үшін бұлар таза Голштейн, бірақ бордақыға қоюға Голштейн қиындау мал деп өзім сомнение ұстап жүрмін. Неге? Голштейн дегеніміз молочный порода, мясо молочный емес. Бұл тек молочный порода болғандықтан ет жинауы қиын бола ма деген ой, бірақ көреміз, Алла нәсіп етсе. Бірақ бұл бұқаларды сатылымға шығарам ба деп отырмын. Тұқымдыққа, сүтпен айналысатын азаматтар болса, Голштейн бұқасын сатамын. Жастары бірден асқан, арасында подсос бар, ол әлі тұр. Бағаларын келсеміз деген ойдамын. Бұйыртса енді көреміз. Алла нәсіп етсе, жақын күндері шығарып қалуы мүмкін. Алланың бұйырғаны болады. Міне Симментал, мойынды қараңыз. Мойынды берген ғой Симменталға. Жалпақ. Біздің местный порода, жақсы шүкір. Мынау Герефорд емес, бұл ақбас. Қазақы ақбаспен қарапайым сиырдан смесь, сондай шатыс бұқа болғандықтан әкесіне тартыпты. Қазақ ақбастардың бойы кішкентай, мүйізді болады. Селекциямен түскен мал болғандықтан бұл таза болып есептелмейді. Қазақ ақбас, ол таза қазақ ақбас болып есептелмейді. Өйткені бұларда шатыс. Бұрынғы енді ютубты барлығын ақтап қарадық. Бұлар бір қан мен бір қанды қосу арқылы шыққан бұқа. Бірақ қазақ ақбас деп айтады. Онымен келіспеген азаматтар болса, қарап оқып көріп алсаңыздар болады. Міне біздің бұқалар тұрғандарына біраз уақыт болып қалды. Мыналар өзіміздің местный породалар. Местный порода.
Мынау да местный порода. Туғанына 1 айдың болды, 1 ай болды, 1 айдан астысы. Тәубе, ет алуы барлығы жақсы. Таза сеніммен айта аламыз, максималды түрде салмақ қосып жатқанына. Бұқалар ол егер дұрыс тамақтанып, алдына қойылған астан дұрыс алып жеп отырса, бұқа күнделікті 800-900 кило 200 граммға дейін суткасына ет қосады. Оған көзім толық жетті. Бұқа қойған кезде бұқаны 10 күннің ішінде қандай бұқа екенін тексеріп алуға болатынын нақты сеніммен айта аламын. Неге? Өйткені көзім жетті. Арғы шеттегі қызыл бұқа оған дәлел, және де қара бұқалар кеп қойған болатын қораға. 10 күннің ішінде бұқа көтеріліп, күйі өзгеріп, әдемі тамаша болып келе жатыр. Міне, мынау жаңағы Голштейн патсос бұзауымыз. Жем-жеу өте қиын. Bir ауызбен айтқанда қант ішті бұл. Оны бұйыртса, енді бір 5 күндей сынаймыз. Жем-жеусі нашар болып бала бастаса, бұл бұқаны сатылымға қойып, сатып жіберетін боламыз. Бұлар пока тұрады. Жем-жестері жақсы. Түгін қалдырмайды. Арасында бірінің жемін жейді. Сол кезде бір шалпалағын беріп, жылжытып отырамыз. Көп қателік, араларын бөлу керек. Келесі жылы Алла нәсіп етсе араларын бөліп, әр бұқа өзінің жемін жейтіндей ғана сондай бір дұрыстап істейтін боламыз. Міне екі бұқаның жемін бір астауға салдым, әйтпесе мынау қантышты таласа береді. Сондықтан әр жаққа салдық. Жегенше жейді, жемегені тұрады. Күйлері жаман емес. Біздің ақбас патсос бұзауымыз. Тәубе, өсіп келе жатыр. Құрметті көрермендер, видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, подписаться, колокольчигін басыңыздар. Видеомен бөлісе кетіңіздер, таратып жіберіңіздер. Сіздермен мақтанамын, Аллаға шүкір. Бір подписчиктен басталып 1050 подписчикқа дейін жеттік. Аллаға шүкір, ол бірінші Алла, екінші сіздердің арқаларыңыз. Сіздерге ризамын. Қарапайым біз сияқты ауыл азаматтарына көмектесіп, подписаться етіліп, каналдың көркеюіне үлес қосып жатқандарыңызға Алла разы болсын. Бізден қайтпаса да Алладан қайтсын дейді ғой, қазақ айтады. Сондықтан отбасыларыңызға, бала-шағаларыңызға амандық берсін Алла. Каналға тіркелмей қарап отқан көрермендерге тіркеле кетіңіздер деп айтқым келеді. Одан да көп подписчикқа жеткізейік. 10 мың, 20 мың, 100 мың Алла нәсіп етсе. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Аманшылықта кездесейік. Ағайындар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.